1 жылдығын ойлаған ел бидай егеді дейді. Ал 100 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді дейді. Ал мәңгілігін ойлаған ел өзінің баласының көкірегіне ізгіліктің, жақсылықтың нұрын себеді дейді. Қазақ негізі көп нәрсені айтып тастап кеткен да. Бізге өнеге ретінде, өсиет ретінде, дін болсын, саясат болсын, қандай нәрседе қазақ барлық нәрседе айтып кеткен. Бізге керегі сол кітапты ашып оқып, іздену ғана. Абай атамыз не деген? Өзің үшін еңбек қылсан, өзің үшін еңбек қылсан, яғни қара басынды ғана ойласан, өзі үшін оттаған хайуанмен теңсің дейді. Өзі үшін жемін, шөбін жеп жүрген малмен теңсің деп тұр да. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсан, адамдықтың елім үшін, жерім үшін деп қызмет қылатын болсан, Алланың сүйген құлының бірі боласың дейді. Бұл мен сөзім емес, бұл өзіміздің дара тұлға Абай атамыздың сөздерінен да.